Хорошо. Біз простоймыз ғой, брат. Біз простоймыз. бір жарым сағат қой енді грубо. Иә. Все, давай. Байқағаным, телефонда өте көп сөйлесесіз. Қанша уақытыңыз телефонмен сөйлесуге кетеді? Негізі көп уақыттың бәрі телефонмен сөйлесумен кетеді. Жұмыстың барлығы телефонға байланысты ғой қазір. Телефон біздің қара жәшігіміз ғой. Өміріңіздің қара жәшігі, ол жерде құпияңызда жасырылуы, шындығыңызда айтылуы дегендей. Иә. Телефонмен көп сөйлесетін адам анасына уақытты қай кезде табады? Негізі анаға деген уақыт табу деген болмайды ше. Негізі анаға уақытта біз андай қазір білмеймін, балалар өсе келе бір оңбаған болып кетеміз ғой, мамамызды іздемеше. Еркек адамдар, ер азаматтар. Иә, ана. Біздің бәріміз мамамыз жақсы көреміз. Мамамызды шын жүректен жақсы көреміз. Бірақ өзімнің ұятыма мойындайын, біз анамызға күнде телефон шалмаймыз. Ол өте өкінішті нәрсе. Бірақ отбасылық чат бар, бәріміз отыратын. Сол жаққа күнделікті амандасып, қайырлы таң, бүгін күнге сәттілік деген сияқты нәрсе. Мен мысалы өзім әдетім барлық чатқа жазып отырмын. Сол кезде шешеміз, өздеріңе де сәттілік енді, мамалардың стикерлерін жібереді, қайырлы таң дегенше. Бірақ негізі, қажетті деңгейде біз уақыт бөлмейміз, ол рас. Осы әрекетіңіз үшін анаңыздан дәл осы студияда хабарласып кешірім сұрай аласыз ба қазір? Әрине. Көрейікші. Громко қоямыз. Жақсы. Мен мамамның жаман әдеті бар, телефон көтермейтін ше. Көтерсе жақсы болар еді. Сіз үшін қосылып біле отырам қазір. Анамыз телефон көтерсе. Сіздің неше қонағыңыз анасының нөмірін жатқа біледі? Сұрадыңыз ба оны? Мен айтайын ба, әр кезде әр құпиялылықты өзінің қырымен айтқан жақсы көрем. Жақсы. Келген қонақтарым менің қандай бір тосын серікту сәтін ойластырып қойғанымды білмей қалуы да мүмкін. Білмегені көбірек шынайырақ болады. Жақсы. Шалып атырмын телефонда. Кешірім сұрайсыз? Иә, енді бармай жатыр. Шамалы, біреумен сөйлесіп жатыр ма, әлде мына жақта байланыс? Дауысы шықпай жатыр ғой. Гудоктың бары. Иә, бармай жатыр. Негізі бірақ кеше ғана сөйлестім, бірақ негізі кешке қарай. Видеозвонокпен звондадым. Телефон көтермеді. Қазір қоңырау қабылдай алмайды. Бұл тақырыпқа қайтадан ораламыз. Олай болса, мен қазір сізді таныстырсам, сізді қатты мақтап кеткен сияқты боламын. Өзіңізді біздің аудиторияға қалай таныстырасыз? Түгел ақпарат беріп көріңізші. Жақсы. Аты жөніңіз не? Жақсы. Мен есімім Меңдібай Талғат Амангелдіұлы. 1991 жылы Қызылорда облысы, Қызылорда қаласына дүниеге келгенмін. Мамандық бойынша математика пәнінің оқытушысымын. Ғылыми дәрежем педагогика ғылымдарының магистрі математика бойынша. Қазіргі таңда Қалан KZ деген математикалық тренажерда директордың кеңесшісі болып жұмыс жасаймын. Сонымен қатар Қазақстанның жастар ақпараттық қызметі қоғамдық қорында даму жұмыстары бойынша директор болып қызмет атқарамын. Сонымен қатар Қызылорда облыстық телеарнасында жүргізуші болып жұмыс жасаймын. Сіз зияткерлік тақырыптағы 3 хабарды жүргізесіз. Біріншісі ол философия деген бағдарлама. Біздің Қызылорда облыстық телеарнасының директорының идеясы. Велосипедпен мініп, кітапханасы бар адамдардың үйіне қонаққа барамыз да, кітапханасымен танысамыз. Неше жыл жинаған, қандай кітап оқиды. Екінші жоба ол 11-ші студия деген, сол жақтағы продюсер жігіттің идеясы негізінде баяғы Ресей телеарнасында прожектор Перис Хилтон деген бағдарлама болған. Сол секілді бір апта көлемінде болған жаңалықтарды талқылап, өзіміздің талдауымызды береміз, кейде сол жаңалық бойынша пікір білдіреміз. Үшінші ол менің өзімнің авторлық жобам, Зияткер білім бәйгесі деген. Ол жақта 10-11-ші сынып оқушыларын облыс бойынша ауыл аудандарды аралап 6 баланы іріктейміз. Сұраққа көп жауап берген. Осы уақытқа дейін 3000-нан аса бала қатысты. Осымен 4-ші маусым түсіріліп жатқан. Жеңген командаға сол жергілікті қорқытатын Қызылорда университеті грантын береді. 3 грант береді әр бағдарламаның маусымына. Сол 3 жоба негізі. Енді сіздің 3 жобаңызға кішкене түсініктеме бере кетсек. Велосипедпен, біздің тілмен айтқанда шайтан арбамен аралап, кітапханасы бар еді. Іздеу барысында кітапханасы үй жоқ, кездесіп қалды ма?
ондай жоқ. Біз өйткені алдын ала әріктейсің. Алдын ала біз кітапханасы бар деген адамдарға айтамыз, біз бүгін сіздің үйіңізге барамыз. Ескертеміз. Ол дайындалады. Кейбірлер айтады, мен үйімде шашылып жатыр барлығы, мен жұмысыма жинап қойдым, жұмыс жақта түсірейікші дейді. Оған да көнеміз. Кейде мен кітапты көп оқимын, бірақ өкінішке орай кітаптардың бәрі жан жақта, одан да бір нейтралды жерге барсақ қайтеді деп, біз сол кітап дүкені болмаса кітапхананың ішінен түсіреміз кейде. Жұмысынан ұстап аламыз, болмаса жұмыста жүрмейміз. Ал енді дайындықсыз, ешқандай ескертусіз басталатын сұхбаттың әсері қандай болады екен? Өте әдемі, өте жақсы. Андай осындай нәрсені өзім ойлайтын шынымен де бір бүйтіп отырып алып бүйтіп түсіреміз ба, кеттік демей, бірден осылай тарс ете қалған өте жақсы нәрсе. Ол андай адамның адам өмірге жалпы дайындықсыз келеді ғой. Туылған кезде сен өмірге дайын болып туылмайсың. Бәрін жүре білесің. Сол секілді сұхбаттарында бүйтіп басталғаны бір өмірдің көрінісі сияқты маған. Сіз қазір өмірдің көрінісінің бір сабағын меңгергендей, есіңізге түсіргендей болды ма қазіргі басталуы подкасттың? Қызық қандай. Бірден мен ойлап қоямын, не отыр өзі, андай чек па деп ойлап тұрмын ғой, сөйтсем шынымен сұхбат басталып кеткен екен ғой. Басталып кетті ғой. Жақсы. Чек емес екенін көрдіңіз. Мынау екінші хабарыңыз қандай еді? Екінші хабар 11-ші студия, бірінші хабар философия, 11-ші студия, сосын 11-ші студия. Неге оның аты 11-ші студия? Өйткені біздің Қызылорда облысы 11-ші регион болып есептеледі. Нөмірлік белгі бойынша. Оның алдында N деген әріп тұғын. Соған байланысты сол 11-ші студия деп қойып жіберген атын. Сіз мысалы Шымкент жақта болса 13-ші студия болатын еді. 17-ші. 17-ші ма? Біз түрлендік сіздер сияқты. Жақсы. Үшінші, мынау зияткерлік тақырыбындағы балалардың зейінін ояту. Қанша менің атым Қожа қазір осы хабардың игілігін көрді. Ал енді осы хабардың ары қарай сол баланың ойында қалу үшін неге күш саласыз? Зияткердің ғой. Біз тек сыйлық берумен шектелу емес шығар, оның білімін арттыру. Негізі біздің мақсат, енді біздің былай көп оқушылардың, әсіресе сабақ жақсы оқитын оқушылардың арманы Қызылордада қалмау. Алматы, Астана кетіп қалу. Былайша келгенде кейбір оқушылар, сол мысалы 4 маусым өтті, 12 жеңімпаз болды, оның біреуі ғана сол грантты таңдап жергілікті жерде қалды. Қалғандарының барлығы жоқ, біз Алматы, Астанаға түсеміз дейді. Өйткені балалар Қызылордада қалғанын бір өзара бәсекелестік деп түсінеді да, басқа қалаға оқуға кетеді. Бірақ біздің мақсат ол тек қана грант беріп қою емес, өйткені ол грантқа түсу түспеу екі талай. Бұл жерде мақсат сондай бір бірдей ойлайтын, зияткерлік деңгейі бірдей, сонымен қатар біздің тақырыпта түсінетін адамдарды өзімізге іріктеп, түртіп танысып алу. Сосын олармен болашақта нетворкинг құрып, алдағы уақытта, мысалы, сол зияткерге қатысқан балалардың барлығымен мен байланыстамын. Біз әлі күнге дейін араласамыз, кейбіреулер студент, кейбіреулер сол жергілікті жерде оқып жатыр. Сосын бізде өзі осы зияткер жобасы шығамын деген кітап құрттары деген жоба болды. Содан туындаған нәрсе негізі бұл зияткер деген. Сол кітап құрттарына сол зияткерден іріктелген балдарды өзіміздің топқа қосамыз. Кітап құрттары. Енді біз книжный черви деген атауды тікелей аударып алдық. Сосын бірден есте қалады да, мысалы кітап кеміргіштер, кітап клубы, болмаса книгамандар деген нәрсе сияқты болса, ол есте қалмайды. Кітап құрттары десе, неге кітап құрттары деп сұрап болса да есте қалады да. Кішігірім сондай бір кликбейттік атау қойдық. Ол 2019 жылы құрылды. Әлі күнге дейін жұмыс жасап келеді. Жақында 2 ақпан күні 6 жылдығын атап өттік өзара. Клуб мүшелері қазір шүкір жан-жақта дамып жатыр. Ол клубта подкаст түсіретіндер бар. Әртүрлі одан ағылшын тілінде сөйлейтін спикинг клаб бөлініп шықты. Одан кейін біз халықаралық ұйымдармен бірге жұмыс жасай бастадық. Жергілікті мекемелермен, бизнеспен. Сонымен қатар тағы бір қызық нәрсе, ол кітап құрттарында осымен 6-шы ма 7-ші жұп үйленгелі жатыр. Сияқты танысқан. Керемет. Біз сондай бір кішігірім қалаулым болып жатыр. Өңірлік деңгейде. Қалаулымның өмірге берері мен алары бөлек тақырып. Жалпы сол сияқты сұхбат берген дұрыс пеген, сұхбат алған дұрыс. Негізі кейде болады, өзің сұхбат жүргізіп жатқан кезде бір сұрақ қоясың да, бірақ өзің күткен жауапты бермеген деген, мен былай жауап берер едім деген секілді ой болады да. Өзіңнен сұхбат алған кезде барынша осы сұхбат бір адамдарға бір пайдасын тигізсе екен, болмаса енді сұхбатты беретіндер жалпы 3-ке бөлінеді деп өзім айтамын өмірі. Өзің көрсете алмай жүргендер,
бірдеңе айтқысы келетіндер, сосын амалсыз айтқызатындар. Яғни көбінде мысалға біз өзін көрсеткісі келетіндер, ол енді андай бір шамалы мақтау сүйетін кісілер, енді мен түсіріш деген сияқты. Кейбірлер қонақ қызық болғаннан кейін шақырады, білген айтқысы келеді, кішігірім әйтеуір бір ой салғысы келеді. Ал үшіншілер кейбір кезде бір тақырыпқа спикер іздеген кезде мәжбүрлеп, мысалы бір сол адамды шақырасың, сол мекемені, ол көбінде мемлекеттік қызметте жүреді ол ше. Андай бір тақырыпта қозғаған кезде мемлекеттік қызметшіге ұсыныс бересің. Енді ол қазір ашық үкімет деген концепция бойынша сұхбат беруге ол құзыретті. Былайша келгенде сұхбат беру оларға міндетті. Енді ішкі тәртіп бойынша. Енді мақұл мен дұрыс ақпарат бермей жатқан шығар, бірақ сондай бір ішкі бір өздерінің түсініктері бар. Қонаққа шақырған кезде барып ақпарат беру керек жасалған жұмысқа деп. Сосын басшы босамағаннан кейін орынбасары кетеді, болмаса бөлім басшы кетеді. Әйтеуір амал жоқтан келеді да, ақпаратты береді. Өзі келгісі келмейді, қол астындағыларды байлап береді, ол кісілер вообще қорқады деген сияқты. Сондай сияқты. Енді ол да болып орын алып жатқан нәрсе жаппай емес бірақ. Ал енді мен сізді қазір эксперт ретінде көріп отырмын. Біздің бүгінгі подкастқа сіздің ертеңгі ұшып кетуіңізге байланысты дайындықсыз келуіміз эксперт ретінде не айтасыз? Жалпы осы Анаға тағзым студиясының жанкүйер емес екеніңізді де білеміз. Бүгін тіркелдім. Бүгін тіркелдіңіз, оны да көрдім. Сол үшін айтып жатырмын. Эксперт ретінде сіз қазір нені байқадыңыз? Біріншіден мен Анаға тағзым деген сөзді біздің Қызылордаға таныс нәрсе, біздің қалаға. Өйткені бізде Анаға тағзым орталығы бар. Мәдениет басқармасына қарасты, ол жерде аналар, әжелер институты қалыптасқан, үлкен мекеме ішінде заманауи жабдықталған. Содан кейін Анаға тағзым деген сіздің каналыңызды білгенде қуандым. Өйткені расымен де біз қазір жалпы жер ана деп жатады. Ана, енді біз барлығымыз әйелден туғанбыз. Біз әйелден туғанбыз, бірақ неліктен екенін білмеймін, кейде әйелдердің рөлі екінші планға ысырылып жатады. Хотя ең бірінші бәрібір әйелдің арқасында өмір жанданып жатқан мен шаруам жоқ. Енді ол жерде де әкенің де рөлі бар ғой, әрине. Бірақ анаға деген жұмсақ сезім өмір бақи жүреді барлығында. Өйткені бір сөз бар, бала үшін ана ең алғашқы махаббат. Бала үшін, өйткені шырылдап дүниеге келгеннен кейін, кеудесіне басып, ананың ақ сүтін емгеннен кейін, ол алғашқы махаббат. Ең бірінші айтатын сөзіміз де ана. Бізде енді кеңес үкіметінің ықпалымен мама дегізді ғой. Енді қазір енді бертін келе анашым, ана деген сөздерді айтқызып жатыр. Ол да жақсы тенденция. Біз енді мама деп өстік. Одан кейін папа бізге бір әрдайым бір қатал, үйге анда-санда келетін бір адам сияқты көрінеді. Мама күнде үйде ше. Сондықтан да анаға деген сол, бірақ керісінше айтады. Ал бала, мысалы, балаға ана алғашқы махаббат болса, анаға бала ол соңғы махаббат деп. Кез келген баласы. Не деген керемет сөз. Ана кім бар? Голливудтық әртіс бар, Дензел Вашингтон деген соның сөзі ғой. Бір сұхбатында айтады. Мен енді алғашқы махаббатты құптай дегенде, соңғы махаббат бала болатын анаға сізден естіп отырмын. Сіз маған қазір жаңалық аштыңыз. Менің сөзім емес ол. Біліп тұрмын ғой, бірақ енді сізден естіп тұрғаннан кейін бұл жаңалық мен үшін. Ал енді экспорт ретіндегі хабарға жалпы беретін тұжырымыңыз нақтыланбай. Жалпы бұл хабар қажет деп есептеймін. Өйткені қазіргі таңда ананың, енді білмеймін қаншалықты, бірақ ана деген бір өте маңызды тақырып. Ана деген барлығы анадан туған. Енді туып анасын танымағандар да бар ғой, енді өмір болғаннан кейін әртүрлі жағдай кездеседі, бірақ анаға тағзым ету өте маңызды. Өйткені қазіргі таңда бізде көптеген жағдайлар бар. Анасын қарттар үйіне өткізіп жатқан, анасын тастап кетіп жатқан, жаңағы дөрекі сөз бар. Енді анасын өзінің үйленген жарына ауыстырып кетіп жатқан да бар, азаматшалар да бар, ондай анасын ұрып жатқан азамат пен азаматшалар бар, анасымен араласпайтындар бар. Енді бәрібір қалай болған күнде де оған өмір қарыз болғаннан кейін былай айтады қазір: мен сенен өмір сұраған жоқпын, мен саған мен ту деген жоқпын деген сияқты. Өкінішті. Сондай әңгімелер айтылады. Америкадан, батыс жақтан, Америка деп айшықтамай ақ қояйық, келіп жатқан бір
өзекті өртейтін жағдай сияқты көрінеді маған. Иә, енді ол біз қазір жаһандану процесінде жүргеннен кейін көптеген мәдениеттердің тоғысы болады бізде. Бізде бұл тоғысу қаншалықты пайдалы деген ой болмай ма? Әрине, кез келген өзгеріс сол пайдалы. Кез келген өзгеріс сол өзгерістің барысында шындық айқындалады, сұрыпталады, мынау дұрыс емес деп. Өйткені біз мысалға әркімнің өз шындығы бар. Мен қазір 6 деген цифрды салсам, сіз 9 көресіз, мен 6-ны көремін. Солай болып тұр. Иә, сіз мына жаққа өткіңіз келмейді, мен сіз жаққа барғым келмейді. Сондай секілді да, енді біз қандай жағдай болатынын білмейміз, бірақ абсолютті түрде біз анаға өмірімізді қарызбыз. Бірақ анаға келіп мен сені ту деп айтқан жоқпын деп айту үлкен қате. Кейбір аналар да бар. Мен сен бекер туған екенмін деген секілді айтатын. Мен сені туғым келмеп еді деген астар жатады. Иә, сондай да. Енді ол адамның тәрбиесіне байланысты. Бірақ біз осы бастан жастарға ананың рөлін, ана қандай болу керек деген нәрсені уағыздап айтатын болсақ, онда алдағы уақытта ондай әңгімелер айтылмайды деп ойлаймын. Осындай бағдарламалардың негізгі бағыты, концепциясы соған бағытталған деп өзім есептеймін. Ананың рөлін айқындай отырып, өйткені ана баланы ғана тәрбиелемейді, ол жалпы қоғамды, ұлтты тәрбиелейді. Өйткені үйдегі балапан ұшқанда, ұяда не көрсе ұшқанда соны іледі дейді. Үйдегі тәртіпті біз сыртқа қарай проекция жасаймыз. Сондықтан икемделеміз. Жалпы енді сіздің анаңыз қазір біз үшін керемет жан. Біз сіздің анаңызға бүкіл студиядағы жігіттермен бірге, мен, Нияз, медиа менеджеріміз, барлығымыз тағзым жасап осында жиналдық. Бірақ бұл жоспардан тыс нәрсе болады. Біз бүгінгі күнді қорытындылап болып, әркім өз шаруасымен айналысып жатты да, сізді жолықтырдық. Сізді жолықтырғаннан кейін біздің анаңызға тағзым жасағымыз келді. Рахмет үлкен. Дәл осы сәтті пайдалана отырып, сондықтан сіздің бұл анаңызға тағзым деп айтпаймын, анаңыздан кешірім сұрағаныңыз қайтадан қалап отырмыз. Сол үшін бізге құрмет жасаңыз. Телефон шалайын ба? Әрине. Кешірім сұрайсыз ғой. Бұл мәжбүрлік емес, сұрағыңыз келмесе қинамаймыз. Мысалы, мен кеше ғана сөйлестім, қазір телефон қосылып, кешегі аудиозаписын тыңдата аламын. Неге біз қазір звондап кеттік? Жоқ, звондап жатырмын ғой. Телефоны өшіріліп тұрса дегенім ғой. Өшіріліп тұрса, бұл мәжбүрлікке ұқсайтын нәрсе. Күні кеше ғана. Міне, менің анам кейбір кезде жолға шығып кетеді, басқа қылады сосын. Онда осымен шектелейік, сіздің кешегі диалогыңыздан үзінді. Жақсы, мінекей. Жағдайың жақсы ма? Жақсы жүрсің ба? Құда қаласа қайтайын деп жатсың ба? Енді амандық болса, бағана қолымыз тимей жатыр еді, бір ұн алып едік. Соны иілеп, тазартып, адысына салып, сөйтіп жатқанбыз ғой, онан болып. Сөйтіп сөйлете алмай қалдық сенімен. Осы жуынып, шайынып жатып жатырмын енді. Ары қарай мен айттым. Кешкісін сол отбасымыздың чатына телефон шалған ғой, сөйлесейін деп. Түсінікті, жекеге шығып сізге жағдайды түсіндірді. Осы орайда біздің қоғамда қазір спра деген атау. Он қамыр елеп, онды елгездермен елеп, осы мәселелер ұмыт қала бастады. Біз қазір дайын өнімдерге жайма деген сияқты, болмаса жаңағы түйілген, қазір мантымызға дейін түйілді. Сіздің келіншегіңіздің қолында оқтауы, алдында жаңағы сыпырасы, қасында елгезері бар ма? Бар. Менің шешемде, менің енемде, келіншегімнің анасы жайма сатып алмайды. Екеуі де сөйтіп, мен келіншегімде соған үйреніп кеткен. Көбінде сол табиғи нәрсені жеуге тырысамыз. Мысалға, бізде андай, мен өзім андай қылып түсінемін, қазір біз ет асып күтеді ғой. Ет үлкен тамақ, ет асып күтеді. Үлкен ас, қонақты құрметтеу. Бірақ сол ет асып атқан кезде, етті жеп отырып, қамырды жеген кезде, қамыр жайма емес, қолдан жайған болса, ол қонаққа екі есе құрмет деп есептелетін сияқты қазір. Өйткені қонақтың өзі соған келіп қалдық. Қонақтың өзі қамыр жеп атады да, қолдікі ма деп бірден ажыратып атады. Ол да бір екі есе құрмет секілді. Енді мен келіншегім бір мақтағаным емес, бірақ қолмен жаяды. Ешқашан үйленгелі бері жайма сатып алған емеспіз. Келіншегім де, енем де, мамам да сондай, өзім туған анам. Ал полуфабрикат дегеннің дәмін сонда қашан көресіздер? Егер менің келіншегім ауырып қалса,
немесе бір жаққа жолға шығып кетсе, болмаса жұмыстармен жүріп үлгермей жатса, мен тамақ істейтін кезде мен полуфабрикаттар аламын. Түрлі түсті пельмендер деген сияқты балаларға тамақ істейтін кезде. Былайынша енді кейде асығыс болған кезде, полуфабрикаттар жейсің, бірақ енді былай ғой, енді біз фаршқа сенбейміз да. Біз етті сатып алып барып айналдырамыз. Өйткені ол қалай дайындалады, немен дайындалады, біз шамалы күмәніміз бар. Сосын үйде сондай, ол мен кішкентай өсіп кетқаннан бері шешемнің сондай әрекеті. Үйленгеннен кейін де сондай. Жалпы біз келіншек таңдаған кезде мамамызға ұқсайтын адамды таңдауға тырысамыз ғой. Қыз балалар әкесіне ұқсайтын жігітті таңдауға тырысады. Неге солай? Енді өйткені ана сені бағып қағады, өсіреді, ең тәтті тамақ маманың тамағы. Үнемі ол сол сүтті еміп бастағаннан кейін, үйленем дегенше дейін, үйленгеннен кейін де кейде шешенің тамағын сағынып арасына кеп тұрасың, мама палау істеп пеш, мама манты істеп пеш деп ше. Ол сенің бір әйелінің тамағы тәтті емес деген сөз емес, просто ол сол нәрсені сен аңсап тұрасың. Анаңның бармағының балы тамған тамақ. Иә. Осы айта аламыз ба? Айта аламыз, иә. Ол бәрінде сондай. Өйткені андай мамадан артық тамақ ешкім істей алмайды. Ең тәтті тамақ маманікі. Өмір бақи. Иә, сонымен кетеді. Иә. Оны қабылдау керекпіз. Әрине. Осы орайда неге балдарыңызды келіншегіңіз жоқ кезде кафеге алып бармайсыз деген сұрақ? Ондай да кездер болады. Бірақ кафеге барған кезде олар менюді көреді, бірден картошка фри дейді, гамбургер дейді. Арасында болып тұрады енді, бірақ кейде өзім істей саламын. Енді мен бар тамақ істегенім сол дайын нәрсені қайнатып беру. Полуфабрикат. Иә, сосын жаңа рашки қуырып беру. Ең сүйікті тағамыңыз. Сосын жұмыртқамен сосиска қуырып, қасына огурцы помидорын қойып, завтрак беру. Бірақ сол тамақ істеуді келіншегімнен үйрендім. Сол рашки істеуді. Телефонмен айтып отырады былай деп. Бет-бет істейсіз. Иә. Кеңес неге анаңыздан алмайсыз? Анаңыз тамаққа талғаммен, уақытымен, орнымен кірсін. Мен анама хабарлассам, тамақ істейін деп жатырмын, кеңес айтыңызшы, мен жынсым ба, үйге кел деп айтады. Мен сосын балдарымды үйге баруым керек, енді ара шамалы алшақтау, бірақ дегенмен де анамды қазір енді жасы 60-тан асты, көп қинай бергім келмейді. Өйткені ол зейнетке шықты, демалу керек. Біздің аналардың бір жақсы, жаман жері демалмайды ғой. Демалдырыңыз. Демалмайды да, ол немересін шақырып алады, немересіне қарайды, өзі шаршап жүреді сосын. Сосын тамақты да өзі істейді. Сосын қазіргі заманда енді келіндер үйде онша отырмайды, жұмыста ғой енді. Азанда кетеді, кешке келеді, екі жақ табыс табу керек, нарықтық заман. Келін келмесе өзі тамақ істей салады мысалы. Сондай нәрселерді неғаннан кейін тағы да бір нагрузка қосқым келмейді. Жаңа бір баланың артынан жүгіріп жүріп бір кемпір қайтыс болыпты деген бір әзіл бар ғой. Иә, сондай секілді қайта бүйтіп мен ойлаймын, что үйленгеннен кейін негізі сағындырып анда-санда барып тұру керек деп ше. Өйткені демек сіз демалу керек. Олар бізді онса бағып қақты, өсірді, басқа қылды. Одан кейін тағы сен балаңды бағу керек па деген ой болады да. Олар оны жақсы көреді, бағады, бірақ ата-ана демалу керек қой. Енді бұл жерде былай ғой, баланы өскенше, немерені өлгенше бағасың. Сондай. Ол қағидамен келіспейтін сияқтысыз. Мен келіспеймін. Арасында сағынысып барып тұруға болады. Өздері келсе әрдайым есігі ашық, бірақ енді олар да демалу керек. Өйткені біз өскен кезде өте қиын кезең болды. Үй бетін көрмей, көршілер бізден мысалы қант сұрайды. Тапанан пісіреді мамам далада, мылқау пеш дейтін бар тұғын. Ой, керемет. Шоққа пісіреді, жыңғылды өзіміз теріп алып береміз, соны шоққа пісіреді. Сол тапананды мысалы көршілеріміз келіп жартынан беш деген кезде біздің шешеміз ешқашан жоқ демеген, кесіп береді. Хотя өзімізге де жетпейді. Сол кезде біз кішкентаймыз ғой, ойлаймыз, неғып береді деп, өзімізге жетпейді ғой деп, бірақ андай қағида бар да, аналарға біреудің баласы деген жоқ дейді. Қиындық кезінде. Ана үшін барлығы бірдей. Иә, мысалы ол да біреудің баласы деген секілді сондай бір қағидалар. Қант сұрап келеді, басқа бірдеңе, сондай секілді болған кезде бөліп береді тұғын. Бәлкім сол ниетіне шығар, кейін сол жағдай жақсарғаннан кейін. Бірақ енді сол кезде қатты қиналып жүреді, басқа қылады. Сондай заманда өзі күйзеліс, кеңес үкіметі құлайды да, социализмде өмір сүріп жүрген адамдар, бәрі жұмыс бар, үй бар, өзіне өзі келеді да, жаңа республика құрылады, жұмыс жоқ. Айлықты бір қап гречка, бір қап ұн, бір қап күрішпен береді мысалға. Сонымен өмір сүреді, суды 1 километр жерден флягпен арбамен тасимыз. Мысалға водопровод жоқ. Сол кездері мысалға ол қандай психологиялық қысым екенін біз түсінбейміз. Бірақ сол кезде ешқашан қабақ шытпайды, күліп,
тамағын қойып, папа жұмыстан кешігіп жатса звондап қақтасын деп жоқ. Ол кезде просто күтесің. Күтесің, бір құдайға сеніп күтесің, ол келеді үйге обязательно кешке. Әйтеуір бір жерден бір нәрсе алып келеді. Ол кезде айлық ақшалай беру деген арайда 3,000-4,000 алып келеді, қалған бәрі продуктымен алады. Сондай кезде үйлестіріп бәрімізге аш қылмай, анау носки тігіп деген сияқты біз сол нәрсені көрдік та. Ағамыз сабаққа кетеді, түске дейін аяқ киімін киіп келеді, аяқ киім киіп дальше біз кетеміз сабаққа. Енді ол бір сондай заманда үйде жылу ұстау деген мен анама қатты ризамын. Егер қазіргі заманда ол нәрсе орын алып, қазіргі аналар қандай реакция беретінін мен білмеймін. Өткен сол заманда барлығын жағдайы бірдей болды. Барлығы сондай жерден өтті, сондай нәрсе болды. Төзімсіздік бар ғой қазір. Өткен бәрі дайын ғой. Бәрі дайын. Бұл азаннан кешке дейін кір жумайды. Қазір стиралкаға салып жібереді деген секілді. Жұмыс оның кнопкасын басуға ерінетін жағдай болады, кірін алып жаюға ерінетін жағдай болады. Анау енді ұйықтайын деп жатса стиралканың дауысы шығады деген әзіл бар ғой. Әйел шаршадым деп, үйдің бәрін жиып болып, енді ұйықтайын деп жатсам стиралканың дауысы шығады деп. Пылесос деген нәрсе жоқ мысалға. Еңкейіп, тоңқайып, әйтеуір сыпырып жүреді. Одан қалды бізді жуындырады, одан тырнағымызды алады, шашымызды алады. Қарайды бәрін, сосын сабаққа жібереді. Одан кейін қалай сен мысалға анаңның одан кейін тағы да сен оған барып немерені бақ дейсің мысалға. Енді мысалы сондай қиындықпен бит кеп заслуженный отдых деген бар ғой. Сондай бейнетінің зейнетің. Мен демалдырғым келеді. Мен көбінде сол өздері ыңғай танытып жатса ғана апарам балаларды. Бірақ апарып тастап қарайсыз ғой деп қаңғырып кету деген нәрсе жоқ мысалға. Ал енді анаңыздың бәлкім немерелерді бақысы келетін шығар. Бұл көбірек болғысы келетін шығар. Біз 4 ағайындымыз ғой. Негізі алғашқы ағамның 2 қызы. Сұралды ма дегенім ғой. Сіздің қазіргі шешіміңіз анаңыздан сұралды ма? Мен сұралған жоқ. Мен өзім сөйтіп солай шештім. Сіз шешім қалды. Неге? Мынаған сүйендім. Менің үлкен ағам үйленді, оның қызы туылды, бірінші немере болғаннан кейін бақты, қақты. Сосын екінші қызы туылды, одан кейін екінші ағам үйленді, оның балдары болды бақты, інім үйленді, оның балдары. Содан кейін әке шешем шаршай бастады. Мен түрлерінен байқадым ше, өйткені уже все немеренің қызығын көрдім. Менің балам, үшінші баламыздікі деп қарайды ғой басында. Бірақ уже шаршаған түсіндім да, сосын анда-санда апаратын болдым өзім. Ол маған келіп айтқан жоқ, мен шаршадым деген жоқ, бірақ ана уже жүрістерінен, үфілеп бақылап отыратынынан, сосын артық салмақ қылғым келмейді. Демалсын. Өз-өздеріне өмір сүру керек қой негізі. Адам өзіне де уақыт арнау керек. Мысалы әкем зейнетте шықты да қайттан жұмысқа тұрып кетті. Олар андай адамдар да, үйде отырмайтын адамдар да олар ше. Мысалы мен шешемде телефон шалып жатырмын. Явно бір жерде қонақта жүр, или біреуге көмектесіп жүр, или үйде әйтеуір бір нәрсе істеп жатыр ше. Бізде оны бүйтіп айтамыз, гастрольде жүрсіз ба деп. Сондай. Негізі сондай нәрселер бар енді. Жалпы қазір сіздің осы басымен аяғына дейінгі жеткен соңғы әңгімеңіз, ойыңыз комплексно менің де есіме түсіріп отыр, әкемнің сөзі бар еді. Әке шешем бар болсын, аузы мұрны жоқ болсын деген әкемнің сөзі бар. Ол сөзді айтуға мәжбүрлеген қыздарының жағдайы еді. Бір қызының киімін, екіншісі. Енді ер балдарға қарағанда қыздарда талған басқаша. Олар талғанмен санасады. Сіздер мысалға үшін болды ма сондай жағдай? Ағаның киімін іні киіп, інінің киімін. Болды. Әрине біз бетіп бір қатты қиналып өскен жоқпыз, бірақ дегенмен де андай бір... Жоқ, қиналу емес. Жоқ, болды ондай нәрсе. Мысалға ағамыз өсіп кетеді, киім сыймайды, бізге береді. Сондықтан киіп жүреміз ары қарай. Іш киімнен басқасын бәрін алмастық қой негізі. Бұл да бір ит көйлекті бірге тоздырған бауырлар деген теңеуге әдемі алып келетін сияқты да. Бізде қазір ол да қалып барады. Бірақ мысалға мен 2 ұлым бар, үлкеннің киген киімдерін кішкентай киеді. Бірақ кішкентай ғанда анда-санда жаңа киім аламыз. Бірақ көп киімі сол үлкеннің кигені. Бұл нормальный нәрсе. Бұл қалыпты жағдай. Біз осыны қайтып алып келуіміз керек. Талғам демеуіміз керек. Ол жаңа нәрсе болып жатса, мүмкіндік болса ал. Бірақ бүтін болса киім жарап тұрса. Ысырапшылдыққа. Оны сондай қылып жасауға үлкен ол мүмкіндік қайта саған үлкен экономия. Қазір сіздің мынау тамаққа деген талғамыңыз бар екенін, одан кейін ысырапшылдыққа жол бергіңіз келмейтіні байқалып қалды. Байқалып қалды. Бұны
имани ниет дейміз ба, жоқ әлде отбасыдан көрген тәрбие дейміз? Ең иман болсын, тәрбие болсын, бәрі отбасынан. Отбасы. Иә, мысалға ананың хақы, Алланың хақы деген концепция бар. Енді бізде жұмақ ананың табанының астында дейді, ананың батасын алмай ешнәрсе болмайды дейді. Мен осы жерде айтқым келеді, мен 3 рет авариядан аман қалған адаммын. Бір рет Қызылордадан Түркістанға барып машина аударылып кеткен. Сол жерде 2 рет аударылған. Сол кезде бір сызықсыз шыққам, қалғандар шамалы жарақат алды. Екіншісінде Жезқазған трассасында баллон жарылып, машина қисайып бір боковойына құлаған, содан аман қалдық. Үшіншісінде осы Қызылорда қаласының ішінде жүрген кезде машина соқтығысып қалды да, мен жақтан ұрды. Ama содан кейін мен андай ойға келдім, өзімше теория жасап алдым. Бұл негізі менің анамның батасының арқасы деп. Өйткені менің анам әрдайым әзілдейді, үйден шығып бара жатқан кезде, мама мен кеттім, енді келмеймін деп әзілдейді тұғым. Мамамның реакциясын қарағым келеді тұғым. Ойнап айтып жүріп. Мамамның ұрысқаны маған қызық, күлкілі тұғын. Өйткені аузын жап қақпас деген кезде бір еркелік байқалады да. Андай балаға бір не енді ол. Андай бір қызық бір неде өзі бір сондай бір күшті моменттер болады. Өсіп кеткен кезде әкеңмен, шешеңмен әзілдегің келетінше. Сол кезде мен мамамен кеттім, енді келмеймін, пока осы жерде мен ұмыта беріңдер деген сияқты кетіп бара жатқан кезде аузын жап қақпас деп ұрсады, бірақ енді күліп ұрсады. Қойсайшы деп ше. Сол кезде кетіп бара жатқан кезде маңдайымнан сүйіп жолың болсын дейді тұғын. Сосын мен байқаймын, қай ағам болсын, інім болсын, не болса уайымдап отырады. Жердегі періштеңіз қақты деп ойлайсыз ғой? Иә, мен сол ойлаймын, анамның тілегі, сол кезде анамның маған деген тілегі, сол нәрсе құтқарған сияқты болып бір ішкі сезім болды. Иә. Хотя ол енді мен қанша рационалды болғанмен де сол нәрсеге жүгіне беремін. Айтатын болдыңыз ба қазір олай? Айтпаймын қазір. Қазір айтпаймын. Қазір айтпаймын. Өйткені шамалы жасы да келді, сосын шамалы сентименталды. Енді әке шешеміз өсейген сайын кіттай бала сияқты бола береді ғой. Енді уже көңіл ауып, кез келген нәрсеге ренжіп қала береді. Біз сосын айтпайтын болдым, бірақ мынандай ой болды. Қай жаққа немен жолға шықсам, машина, пойыз, велосипед, самолет болса да мен жетем. Өйткені менің анамның батасы бар маған берген. Сенімділікті көбірек оятты. Иә, мен жетем. Мен сол нәрсемен өмір сүремін. Сосын андай бір көз тиеді бірдеңе деген кезде де қорықпаймын, өйткені опять-таки анамның тілегі бар. Мен бір қандай не сияқты, бронежилет сияқты. Енді ол бір түрлі. Ананың әке жердегі қорғаның болса, ананың батасы қорғанның жаңа қалыптасуына алып келетін жағдай. Сол нәрсе бір күшті бір маған не береді. Сондай бір күшті сенім береді. Бір жаққа бір нәрсе бастаған кезде де, бір нәрсе жасаған кезде де, сосын келіншегімде балалардың уайымдайтын кезде жоқ, уайымдама, бата тілеп жүр ішіңнен, бәрі жақсы болсын, балаңды күшейтіп жібер. Сенің жұмысың балаңды уайымдап абайла деп айту емес, наоборот, бар, ұтып кел, жеңіп кел, күшейтіп жібер. Өйткені біздің анамыз күшейтіп жібереді тұғын. Абайла деп айтуын қойды, өйткені біз айтатымыз, онсыз да абайлап жүреміз ғой деп. Тек күшейтіп жібереді тұғын. Жолың болсын. Жолың болсын, бір ауыз сөз, жолың болсын, бірақ сол кәдімгідей күшейтіп жібереді. Алып маңдайына сүйіп, маңдай сүю деген енді керемет. Бітті, сол мысалы күшейтіп жібереді. Сен ол бір ішкі андай бір жорыққа шығып бара жатқан кезде бір өзіңді батыр сияқты сезініп кетесің да, сауыт кигізіп жіберіп кетіп, все болды, все жер ананы қорғаймыз деген сияқты. Енді лайым айту бәрі тыныш болсын, бірақ сондай бір мотивация беріп жібереді, одан артық мотивация жоқ деп ойлаймын. Бала анаң маңдайына сүйіп жолың болсын балам деген, мұнан басқа не мотивация керек? Сіз тілазарлау бала болған сияқтысыз. Ондай да бар енді шамалы. Біз енді көбінде жас кезіңізде, кішкентай кезіңізде. Иә, бізде 4 ағайынның 3-еуі де орысша оқыған. Тек мені қазақша мектепке берген. Негізі анам ауылдық жерден, әкем сол қалалық. Содан бері біз қазақ мектепке барғаннан кейін қалғаннан қарағанда көбірек сөйлейтін болдым ба, сондай болды. Көбірек сөйлейтін ба, көбірек сөйлететін? Ол да бар, иә. Енді ол әзіл тұғын. Біз әзілдейміз, сөйтіп. Әкем де жақсы әзілдейді тұғын. Бәлкім соның бір мінездің элементтері маған жұққан шығар. Ал енді ананың ұрысын сағынып, әдейіге ұрысқа итермелеу деген нәрсе. Бала кезде сіздің анаңыз қалай ұрысқанын айтын еді сізге? Не қалай ұрысады? Ең жаман сорақысы ұрысқаннан кейін таяқ жеу ғой, анаңдан ше. Андай бір енді көп ұрмайтын тұғын. Біз мысалы мен сабақ оқымадым деп ұрыспайды тұғын, өйткені 2 ағам сабақпен айналысты.
менің білім алуыммен. Ұрсады, жаңа үйде бір нәрсе істемесең, болмаса бір нәрсе білдіріп қойсаң, бір артық сөйлеп қойсаң, сол кезде ұрсады тұғын. Артық сөйлеу деген қандай сөйлеу? Артық сөйлеу деген мысалға енді кейде бір ініңе ұрып жібересің, бір жанжал шығып кетеді аяқ асты. Шалдуарлау аласыз, бірақ сотқар емессіз. Жоқ, мен сотқар емеспін. Бірақ біз енді кәдімгі тұрмыстық нәрсе ғой. Бала болып бірдеңе білдіресің, мысалға дос балдарың үйге кешігіп келесің, мысалға сағат 8-де келеді, сен 10-да келіп тұрасың ойнап ше. Ойының осылғыр деген сияқты. Мен шешем жақсы көретін сөзі бар тұғын, кейде ашуланған кезде енді 4 ұл бүкіл жұмысты бөліп алып істейді тұғынбыз, сосын кейбір кезде жұмыс бітпей қалады, басқа қалады, бір қыз тумағаным-ай деп өкінеді тұғын. Енді оны біз андай түсінеді тұғынбыз. Бізге ол бір мотивация деп түсінеді тұғымыз. Бізге бізді туғанда өкінді деп емес, өзіме жақын болатын бір қызды тумаған екенмін деп айтады. Енді шамалы үймен көмектесіп, қолын жеңілдетіп деген сияқты тамақ істеп қойып, ер азамат пен әйелдің концепциясында әйел адамның сырын әйел адамға көбірек айтатыны бар ғой. Иә, сондай нәрселер жетіспегеннен айтады-ау деп түсіндік. Бірақ сол шешеміз айтады тұғын. Мен ұлдарымды біреудің қыздарына туып бергенмін ғой деп. Менің қазір қыздарыма айтатын сөзім сияқты екен. Мен қазір біреудің келінін бағып жүрмін деп. Сондай ол бір әзіл деп те айтады, бірақ бір жағынан бір аналық қызғаныш қой енді. Мен оны түсінем, мен оны жақсы түсінем. Өйткені шынымен де бағып қағып, шынымен біреуге дайындап бересің. Сосын барып ол қазір бізде андай мода бар ғой. Біз енелерімізді мама деп сөйлейміз ғой. Иә. Кейбір кезде сол нәрседе бір әсер ететін сияқты, мысалға. Иә, мама деп, қай мама деп, сол келіншегің мамасы ғой десем, деп ше. Оның көзінше, өзің мамамның көзінше енемді ене деп айтып жүруге тырысасың ше. Қызғанып қалатын сияқты да. Енеңіз ол кезде ренжіп қалмай ма? Жоқ, енді ол бір бетіп конфликтке апаратын нәрсе емес қой. Мен мысалға енеңіздің де ренжіп қалуы мүмкін. Неге мен мама деп жүрді да, вдруг мама демей қалды? Жоқ, көзінше айтпайсың ғой енді. Көзінше айтпайсың? Мама бір, мама екі. Сырттай менің енем деп айтуға болады. Мысалы мен енеме қатты ризамын. Өйткені менің енем өте ер мінезді. Өмірімде бірінші рет ер азаматты көріппін, енеме ризамын деген. Иә, ризамын, өйткені менің енем бір өзі екі баласын тәрбиеледі. Үлкені қызы, одан кейін балдызым бар. Біз жақта ол баланы балдыз деп айта береді. Сіздер жақта қызды балдыз дейді ойын. Балдыз деген ол балаға айтылған нәрсе бізде бір сәт тұрпайлы. Иә, сіздерде жақта қайнына дей ма, не дейді? Қайын, в общем, бізде әйелдер айтады қайнана деп, қайын сіңлі, қайнана, қайнаға деп. Біз жақта ер адамдар балдыз дей береді, ұлды да қызды да. Сондай бір диалектизммен сіздер табақты леген дейсіздер ғой, сондай сияқты нәрсе ғой. Жалпы керсе леген сияқты. Ер адамға тәте деп ше. Не болды тәте деп. Жалпы тәте алмадың де. Иә, білмеймін енді. Жалпы сөйтіп ер адамға тәте. Біз қабылдай алмаймыз, қыз адамға тәте десе неге бұдан бұлды? Сондай нәрседе мен сол енеме риза болатыным, екі баласын былайынша келгенде көтеріп шықты. Сонымен қатар менде бір өмірлік бір қиындықтар болған кезде үлкен көмегін тигізді. Екінші анаңыздың? Иә, мен қатты ризамын. Сосын енді менің балаларым оған бірінші немере болды. Былайша келгенде менің ұлым бірінші ұлымның былай өсіп өнуіне үлкен әсерін тигізді. Өзі алып кетеді. Көбірек бауыр алып. Иә, өзі алып кетеді, өзі басқа қылады деген секілді. Мен кейде келіншегім әзілдейді. Менің мамам менен қарағанда сені жақсы көреді деп. Сондай секілді да. Енді әркімнің мамасы өзіне. Ол қол жетпес бір шыңда тұрған тұлға. Сондықтан ол нәрсені де біз сыйлауымыз керек. Сіздің енеңіз сізді қатты жақсы көретіндей қайнатаңызға ұқсайсыз ба? Қай жерлеріңіз ұқсайды? Ұқсамаймын-ау. Ұқсамайсыз? Может, ұқсамағасын жақсы көретін шығар. Бір жадияны сүттегі отырға, айрандай отырға дұрыстырып қоймаңыз деп. Әзілдеп жатыр. Енем де сондай әзілді жақсы түсінеді. Ол да мен сияқты математика пәнінің мұғалімі, бірақ үйде оқытады балаларды.
Сіздерде кәсіби байланыс болып тұр ғой. Түсініп тұр ғой, рыбака болып тұр ғой. Ортақ тақырып бар дейсіз ғой. Иә. Осы орайда мынау шетелдің, Ресейдің КВН-дерін көрсек, көп әзілге арқау болып жатады ер азаматтың енесі туралы жаңағы қайымдары. Біздің мысалы қазақша жайдарманда ең танымал әзілдер ол. Көреміз хан сарайында, немесе көреміз мен атым қожаны қазір түрсе, немесе көреміз бірдеңе деген сияқты сондай көп болса, ол жақта енді ене тақырыбы. Мен айтар едім, ененің де енесі бар, маманың да мамасы бар, ананың да анасы бар, баланың баласы, келіннің келіні бар. Енді мысалы отбасылық жағдайға байланысты мен мысалға үйдің үшінші баласымын, кенже қалу керек. Мен мысалға жеке шығатын кезде сол кездері бір шамалы қаржылық қиындықтар болды да, мен енем бір өзі 3 бөлмелі үйде тұратын тұғын. Мен енеме бардым, кішкентай балам бар, балам 1,5 айлық. Бөлек шығу керек болды. Сол кезде бала 40-нан шықты, келіншегім 40-нан шықты, содан кейін бесік той жасадық, содан кейін бөлек шығуға мәжбүр болдық. Сөйтіп мен енеме барғам. Мен шамалы бір айдай тұра тұрайын, бір бөлмеңізде. Сосын кейін бөлек шығармын дедім. Жақсы деді. Жақсы, тұра берін, ешқандай мәселе жоқ, бос тұрған үй ғой деді, тұрдық. Бірақ андай шамалы қазақы қоғам болғаннан кейін намыс бар. Сіздің ойыңызға өзіңізге сонда кеп қалды ма сол ғой? Жоқ, мен просто дәл қазір бірден бөлек шығып кетуге дайын болған жоқпын да. Қаражат керек, басқа керек, квартира алу керек деген сияқты. Ал арендаға тұру үшін нормальный квартираны дәл қазір таба алмайсың. Сосын бір жағынан уже кішкентайлар, енді мен інім мен келінім, 2 баласы бар, уже үйге сыймай жатырық қой енді шамалы. Енеңізге сосын да жұғымды болдыңыз. Бәлкім. Сөйтіп сосын бар, бірақ өзім жаман намыстанып жүрмше, өйткені андай бір қазақта сөз бір күшік күйеу дегенше, сондай андай бір туысқандар не айтады деген сияқты бір комплекстер болды, қалай болады деп. Ол установка қақтың туындаған. Енді біз андай патриархалды қоғамдамыз ғой. Біз патриархалды қоғамда өссек. Жанұяда патриархалдық болғанда менің әкем бәрібір менің шешем айтқан істейді тұғын. Ол айтқан істейді деген сөз бір тақаның астында деген сөз емес. Екі жақты келіседі да, бірақ үнемі шешемнің шешімі бір шамалы даналыққа ұласады. Өйткені менің әкем ол белсенді, өте өзінің ақылы бар, өзінің жұмыстары бар, бірақ андай бір үлкен шешімге келген кезде шешеммен ақылдасады үнемі. Мына қалай қыламыз деп. Әлсіз әйелдің шешімін қабылдау мықты еркектің әрекеті деп ойлайды екенмін. Менің шешемді әлсіз әйел деп айта алмас едім. Бәрібір табиғат әлсіздігі бар ғой. Жоқ, олай емес. Өйткені мысалы қараңыз, қол бастаған Тұмар ханымды еске алыңыз. Соғысқа еркектермен бірдей барған Мәншүк пен Алияны еске алыңыз. Сосын көптеген қазақтың ауылдарында бір ауылды басқарып отқан әйел аналар, бір ауылдың атынан шығып барымтаға барған баяғы біздің әйелдеріміз. Енді еркектің істелаған әйел адам да жасай алады спокойно. Болмысын өзгертіп жүрген жоқ. То есть әйел еркекке айналып кетпеді. Әйел тек қана еркекпен тізе қосып, еркек жасаған әрекетке бара алатынын көрсетті ғой. Мысалы мен түсінер едім, әйел мықты болып кетті деп, егер мынандай табиғи жолмен ойламаңыз, бір жерге барып еркек әйелге, әйел еркекке айналып кетсін. Ондай емес. Менің айтқаным, әкем алып жеке дара шешім қабылдамайды тұғын дегенім ғой. Дұрыс қой, ол жеке дара шешім қабылдамау деген сөз еркектің әлсіздігі емес деп ойлап атқаным ғой. Өте дұрыс айттыңыз. Сондықтан біз соны көрдік та, біздің анамыз сондай модель болды. Сондай ойлауға модель болды. Өткені мен әкем келіп, анам шаршап отса, өзі ыдыс-аяқ жуа салады. Бұл әлсіздік емес, мықтылық. Ол бізде де бар да, мысалға. Үйде мысалы келіншегім шаршап отса, біз жуа саламыз. Менің 2 ағам да сондай, інім де сондай. Бізде ондай не жоқ. Установка жоқ. Әйел жуу керек, мына жерде әйел сыпыру керек деген жоқ. Боспыз ба, шаршап тұрма, өзіміз жасай саламыз. Сондай модель болды. Әкемізде сол кеп анамызбен ақылдасады тұғын. Бірге шешім қабылдайды тұғын. Енді кейде ол шешімдер бір дұрыс нәрсеге де апармауы мүмкін, жақсы нәрсеге де апармауы мүмкін, бірақ бірге қабылдайды да шешімді. Ол өте керемет қой. Сол нәрсе бізде де қалыптасып қалды. Сонымен сондай установкада жүрдік, патриархалды қоғам дегеніміз. Ол установка емес. Бұл лояльность деген қазақшасын таппай қалдым, сіз айтып беріңізші. Сену емес. Гибкость. Жұмсақтық па? Әлде адаптациялық не ма?
адаптациялық та емес бұл. Бұл адамның кез келген жағдайға ыңғайлылығын байқататын нәрсе. Солай шығар енді. Білмеймін, енді әркім әртүрлі айтады, мысалға. Бірақ сіз құптамайтын сияқтысыз ғой. Жоқ, мен құптамағанда менде таңдау болған жоқ, құптамау деген. Сіз көргеніңіз істеп жүрсіз. Иә, біз айтып отырмын ғой, үйдегі әрекет моделі өскеннен кейін бәрібір қалып қояды. Иә. Бәрібір қалып қояды. Ұяда не көрсең, шанда соны десін. Содан кейін біз бірақ андай бір Қызылорданың шетінде өскеннен кейін шамалы бір менің ағаларым бір Бұзықтау райондардың түсінігі болды да. Сол ағаларымның арқасында маған ешкім тиіспеді. Мен сабағымды оқыдым, тыныш жүрдім. Бірақ енді біз ағамыздың көлеңкесіне жамап жүрген жоқпыз, бірақ дегенмен де ешкім тиіспеді, өйткені тапсырып қояды тұғын. Сөйтіп біз сабағымызды оқыдық, басқа қылдық. Сол кезде бірақ пацанский понятие деген нәрсе бар. Яғни жігіттік түсінік деген. Жігіттік түсінік ол жаңағы қыздың сумкасын ұстамау, мысалға класстасын күледі барлығы. Сондай нәрселерді біз қайта керісінше сол шаблондарды бұзайық деп жұмыс жасадық сөйтіп. Әдемі ғой. Иә. Біз ерінбей қыздың сумкасын ұстай саламыз, басқа қыламыз. Бізде сол түсінікке джентльмендік түсінік деген нәрсе болсын дедік. Өйткені біз сол кездері как раз жұрттың барлығы бір Жан-Клод Ван Дамның, Шварценеггердің киносын көріп жүрген кезде біз Побег из Шоушенка көрдік. Біз басқа Голливудтың фильмдерін көрдік. Біз сол кезде шығып жатқан біз Матрицаны көрдік. Біз Властелин колец көрдік. Біз Гетсбиді көрдік. Біз сол кездегі Титаникті көрдік. Сол кездегі джентльмендік әрекеттер, киініп жүру, біз сондай нәрсеге қарай ұмтылдық. Қыздарға есікті ашып беру деген секілді. Сіздің джентльмендік болмысыңыз қазір бүкіл түріңізден, отырысыңыздан, қозғалысынан көрініп тұр. Сол нәрсені біз дәріптеуге тырыстық. Қалыптасып қалды қазір сізге ол. Иә, ол қалыптасуға тырыстық. Бірақ енді сол жаңағы бөлек шығып енем үйіне барған кезде себепсіз менде сондай бір намыс оянды. Мен негіп енемнің үйінде жүрмін. Бізде енді андай түсінік бар да, ененің үйіне бару, ол күшік күйеулік, ол бір басқа деген секілді. Менде ондай нәрсе болған жоқ. Бірақ шамалы кірді. Сосын бірақ әрі-бері квартира іздеп жүрген кезде енем шақырып алды да, отыр деді. Екеуміз сөйлестік жеке. Сен нені қой деді. Қысылма. Сен далбасалықты қой. Сен давай тұра бер. Қанша тұрғың келеді, сонша тұра бер. Баланы уайымдама, өзім қараймын, менің бірінші немерем. Қыз өз-өзіне ке басын. Енді андай послеродовая депрессия деген нәрсе бар. Сонымен қатар, сосын енді андай бізде қазақта жаман нәрсе бар. Туысқандар мысалға қызы қайтып кепті деген сияқты әңгіме айтады, оған да ауыр да. Оларға түсіндіре алмайсың, жоқ, олар қазір квартира таппай жатыр, уақытша тұрып жатыр деп айта алмайды. Күйеу баланың беделін ойлап қалады. Иә, сосын қыздікі да, қыз қайтып кепті, сосын дұрыс күйеу таңдамай ма, не күйеуінің квартира алуға жағдайы жоқ па, үйге сыйыспаған ба деген сияқты әңгіме көп қой. Ол да үлкен пресс. Ол менің енеме де пресс, ол маған да пресс, ол келіншекке де пресс. Бірақ біз ол нәрсені еңсердік. Сосын мен айттым, жарайды, мен тұрам, бірақ үйіңізге ремонт жасап берем. Үйіңіздегі тұрмыстық техниканы жаңалап берем. Сөйтіп, тоңазытқыш бар, теледидар бар, кір жуғыш машина бар, бәрін жаңалап беруге тырыстым. Қарыз болғыңыз келді? Иә, қарыз болғанда тең дәрежелі тұрғым келді сол кеше. Өте әдемі ғой. Иә, сөйтіп жүріп бүкіл үйін жөндеп бердім, заттар алып бердім. Енді екі ортада жүрдік қой, жақсы, бәрімен қарым-қатынас нормально. Бірақ сол үйде 5 жыл тұрып жақында ғана пәтер алдым. Пәтер алғаннан кейін бізде жалпы ұмтылып кеткен көпшілік мүлдем мән бермейтін бір салт саны бар, қазан әперу. Сіздердің қазандарыңызды енеңіз әперді ма, анаңыз әперді ма? Былай болды. Мен анамның туған күніне дәу астау сыйлағам. Бөлек шықпай тұрып па? Бөлек шыққаннан кейін? Бөлек шыққаннан кейін, бірақ өзім квартира алмай тұрып 1 жыл бұрын. Астау бердіңіз? Астау ағаштан жасалған, шебердің қолымен жасалған. Өте қымбат анау, қолмен жабатын. Сөйтіп бердім туған күніне. Сөйтіп ол кейін мен үй алғаннан кейін соны маған қайтып берді. Мен бүкіл құдаларымды күтіп болдым. 4 ұлым үйлендірдім. Мынау енді саған деді. Ағаш немен. Енді қазір өзім сонымен қонақ күтіп жүрмін. Одан кейін менің келіншегім өзінің әкесіне айтып қазан алып алды үйге.
Ол әкесі берді, келіншегімнің. Сосын енем андай манты пісіретін берді. Оған дейін шешем де сондай манты пісіретін берді. Оған дейін негізі үйде дәу қазан болған ғой бізде, кастрюлькалар нелер деген сияқты. Енді бірінші бірақ сол шешем ағаш астау берді. Шешеңіз құт қонағың үзілмесін деп ағаш астау берген шығар, бірақ менің енді кемпірдің қызы болғаннан кейін, әженің тәрбиесін көргеннен кейін, сізбен де бұл енді сіздердікі дұрыс емес деген нәрсе емес. Дұрысыңыз. Бізде бір елге қалыптасқан бұрынғы салт сананың кішкене бір ұшқынын қалдыра кетсек деген ойдан қазір ой қуалап осыған келдік. Дұрыс, өте дұрыс. Жалпы атам қазақта қазаның өз еліңде болсын, қазаның өз еліңде қалсын деген нәрсе бар. Ал келіншектің өз елі қайда? Келіншектің өз елі. Енді келіншектің өз елі өзінде шығар, мен білмеймін, бірақ келіншектің өз елі күйеуінің елінде. Иә, дұрыс қой, енді бізде жігіттің үш жұртын білеміз да, әйелдерді онша айта бермейміз. Әйелдің кімнің қызы екенін білмейміз. Сіздің әйеліңіз сіздің анаңыздың орнын басатын адам болғаннан кейін өз елінде келді. Бұл жерде былай ғой, бұла тартып бой жеткен қыз өз еліне жат-жаттық. Шыққан қыз шиден тысқары дейді. Атам қазақ өсіп келе жатқан сен қызға уже түсіндіреді. Ол қыз қайтып келмесін деген нәрседен туындайды. Баяғы атамның, ата-бабамыздың салт дәстүрінде ішіме сыйған қыз сыртыма да сияды демеген. Олар кішкентайынан айтқан. Қазір сол түсінік бар, бірақ. Шыққан қыз шиден тысқары деген. Демек, қызды қалай тәрбиелеген, өз еліңе кетесің деп тәрбиелеген. Ол барған жерінде, кетіп бара жатқан кезінде қыздың көңіліне тимейтіндей қылып әдемі нақылмен жіберген. Не деп айтады? Қызы жат елдік қой. Барған жеріңе тастай батып судайсың. Сонда қазанды кім әперу керек екен? Қазанды менің шешем әперу керек қой. Солай? Астау бергеніне риза болып тұрмын ғой. Бірақ біз оған дейін қазан алып қойып, біз енді өздеріңіз біз бөлек отауымыз деп қойдық. Көп қабат үйде тұрамыз ғой. Бізде қазан деген жертамдарда ғана болады. Кәдімгі жертамдарда қазан болады дәу ошағымен. Ал көп қабатты үйлерде айтуға бола ма? Кастрюль деп айтсаңшы. Қара қазаның оттан түспесін деп емес, кастрюльдің қайнап тұрсын дейміз ба? Біз сондай өзіміз алып қоя бергенбіз ғой, ыдыс аяқты ала бергенбіз. Современный цех, заманауи. Кастрюль. Тек дәу кастрюль бар, алюминий. Соған ет асады, қалған нәрселерін сол өзі жаймен шетінен келді. Бізде ондай бір, қалай айтсам екен, бір салт дәстүрді сыйламағаннан емес, салт дәстүрді білмегеннен шығар бәлкім, бірақ ана ешкімге салмақ болмайық деп өзіміз ала бергенбіз. Тек сол жаңағыдай символикалық түрде сол астауды мен бергем шешеме. Бірақ өзіме қайтып бердік, бүкіл қонағым күттім. Мынау өте әдемі, өзіңде болсын деді. Сосын жақсы дедім да. Ой тұжырым ретінде менің атым Қожаның, біз енді екеміз бейсаналы түрде менің атым Қожаны 2-3 рет айтып қойдық. Мен, сіз, бұл не үшін айтылып жатыр деген ой жабық күйінде қалып қоймасын. Менің өлген адам сөйлемейді деген тұста егер фрагмент бар да, қара қазанның астында от жанып тұратынын көрсетіп қояды. Осы орайда сіз енді кино индустриясына бет бұрдыңыз ба? Математик, зияткерлікті меңгеріп тастадыңыз. Ертең оның ішіне тұсау кесілетін заманауи менің атым Қожаның? Заманауи емес, тікелей жалғасы. Тікелей жалғасы. Сол киноның тікелей жалғасы. Сонда қазіргі персонаждар менің атым Қожа бүгінде ата болды, оның немере шөберелері қай жағынан қиысады? Енді ол мысалға бас жағынан кішкене фрагмент айта кетсеңіз. Мен кино бағытына кеткен жоқпын. Тек сол мен жұмыс істеп жатқан компания Қалан KZ деген компания, Қалан Cinema деп компания ашып, Қожаның жалғасын түсірген. Мысалы өздеріңіз білесіздер, идея бұл жігіттер өздері Қожа мен Сұлтанның кейпін жалпы промоға түсіріп жүрген кезде көпшілік Instagram және TikTok әлеуметтік желісінде жігіттер толық метражды фильм түсірсеңіздер деп комментарий көп болып кеткеннен кейін сұранысқа сай ол бұл жерде бір пайда табам немесе басқа қылам деген емес, сол сұранысқа сай ойланып жігіттер түсіреміз ба, өйткені үлкен Қожа деген ол үлкен бір құндылық қой, біздің әдебиеттегі құндылық, сосын кинодағы құндылық. Содан үлкен уайым болып
сондай шешімге келіп, сол үшін Қалан KZ-тен Қалан Синема деп бөлек компания құрылып, үлкен көлемде қаражат бөлініп, жақсы драматургтар, жазушылар мен хабарласып, осы киноның сценарийін кітаптың негізінде құрған. Бірақ ана киноның жалғасы. Ал енді кішкене бұл жаңалықтың шетін шығара кетсеңіз, менің атым Қожаның қазіргі жалғасында немересі жүр ма, шөбересі жүр ма? Жоқ, ешкім жоқ. Соған ұқсайтын бөлек кейіпкер. Жігіт соған аумайтын баланы біздің жігіттер тауып алды. Демек, сол заманның бозбаласының бүгінгі заманның бозбаласымен салыстыра аламыз бұл кинода. Салыстыра аламыз, өйткені бұл кино, мысалға, Қожаның бірінші бөлімінде 5-ші класста оқса, бұл бөлімде 8-ші сыныпта оқиды Қожа. Осы киноның аты Қожа жаңа саяхат. О, керемет. Тікелей жалғасы. Бүгін эфирге келіп, сұхбат беріп, осындай бір әдемі әсеріңізбен бөлісіп, менің өзімді әсерге бөліп, эксперт болып бергенің үшін мен енді түсіне бастадым. Шығармашылық адамдарының бір-бірін толықтырмаса, ажыратып тастайтын тұсы жоқ. Сіз сөйлесіп отырдыңыз, маған жаңа идея келіп, мен алып кеттім. Жақсы. Рахмет сол үшін. Оқасы жоқ. Алдағы күндерде анаға тағзым жасауды әлі де жалғастырайық. Анаға бала ғана емес, қоғам тағзым жасауға алып келсін. Біздің бүгінгі айтпағымыз осы. Рахмет. Сізге де рахмет. Оқасы жоқ.